Нацистердің саясаты Германия тұрғындарына қандай әсерін тигізді? Фашизм оңшыл радикалды саяси қозғалыстардың, идеологиялардың және оларға сәйкес келетін диктаторлық басқару формасының жалпы атауы. Ұлттық социализм, социализмді шектен тыс ұлтшылдық пен расизммен үйлестіретін қоғамдық құрылым формасы. Сондай-ақ осындай әлеуметтік тәртіпті негіздейтін идеологияның атауы. Антисемитизм ұлтқа төзбеушіліктің бір түрі. Еврейлерге этностық немесе діни топ ретінде дұшпандық көзқарасты білдіреді. Шовинизм ұлттық үстемдік идеологиясы, басқа халықтарды кемсіту, қанау және езуді ақтауға тырысады. Бұл идеология басқаларға, шетелдіктерге, басқа дін өкілдеріне жек көрушілікті қалыптастырады. Фашизмнің негізгі белгілері: ұлтшылдық және расизм, демократияны қабылдамау, тоталитарлық мемлекет құруға ұмтылу, қатыгездік пен күш қолдануды насихаттау, фашистік үкіметтің шаралары, демократиялық бостандықтарды жою. Германия ұлттық социалистік жұмысшы партиясынан басқа барлық саяси партияларға тыйым салу. Партия мен мемлекеттің бірігуі туралы заң қабылдау. Жасырын полиция, гестапо, концлагерлер құрылды. Партиялық орталыққа бағынышты штурмдық отрядтар, қорғаушы отрядтар ұйымдастырылды. Еврейлерге қарсы қуғын-сүргіндер. Нацистер насихатының күшеюі. Тоталитарлық режимнің орнауы. Жеке басына табыну қалыптасты. Фюрер атағы енгізілді. Веймар конституциясы жойылып, елде тоталитарлық режим орнады. Президент Гинденбург қайтыс болғаннан кейін Гитлер өмір бойы фюрер және рейхсканцлер болып жарияланды. Жергілікті билік органдары жойылып, билік тағайындалған басшыларға өтті. Гитлердің билігін нығайтудың маңызды кезеңі оның партиядағы саяси қарсыластарын жою болды. 1934 жылдың 30 маусымына қараған түні қарсы шығушы штурмдық отрядтарының жетекшілері және нсаптағы ішкі оппозицияның басқа өкілдері өлтірілді. Бұл оқиға тарихқа ұзын пышақтар түні деген атпен енді. Германиядағы фашистік режим. Нацистер жеке меншікті сақтап қалды. Экономиканың басқару жүйесі өзгертілді. Өкілдік негізде экономиканы салалық және аумақтық басқарудың арнайы органдары құрылды. Заң бойынша неміс ауылының тұрғындары шаруалар және ауыл шаруалары болып екіге бөлінді. Жердің иелері тек арийлік немістер болуы мүмкін еді. Мәдениетті бірізге салу іске асырылды. Прогрессивті неміс және шетелдік авторлардың шығармашылықтары отқа өртелді. 1933 жылы ауыл шаруашылығын реттейтін және аграрлық реформа жүргізетін империялық азық-түлік қауымы құрылды. Нацистік идеологияның маңызды белгілері антисоциализм, пангерманизм, национализм мен шовинизм, нәсілшілдік, антисептимизм болды. Гитлершілдер жас буынның милитаристік, шовинистік және нәсілшілдік тәрбие алуын қадағалады. Жастардың идеологиялық тәрбиесі Юнгфольк, Гитлерюген, неміс қыздарының одағы сияқты ұйымдар арқылы жүргізілді. Сенімді сөйлейтін, әрі сөзге шешен болған Гитлер өзгерісті аңсайтын көптеген немістерді өз жағына тартты. Ол халыққа өмір сүру сапасын жақсартуға және Германияның бұрынғы даңқын қайтаруға уәде берді, яғни жұмыссыздарға жұмыс, жұмысшыларға жоғары жалақы мен жақсы еңбек шарттарын, шағын шаруашылықтарға жалдау ақысын жою мен субсидия беру, кішігірім саудагерлер мен қолөнершілерге салықтарды төмендету мен арзан несиелерді енгізу, бұрынғы офицерлерге жаңа әскерді жинақтау мен есесін ойларын іске асыру. Гитлер Жозеф Геббельс басқаратын үгіт-насихат және ұлттық білім министрлігін құрды. Мақсаты халыққа нацистік идеяларды өнер, музыка, кино, кітаптар, радио, білім және баспасөз арқылы сіңіру. Германиядағы фашистер еврейлерге қарсы геноцид нәсілдік негізде халықтарды қудалау және жою саясатын жүргізді. Барлық еврейлер киімге тігілген арнайы белгі Дәуіттің алты бұрышты жұлдызын киюге міндеттелді.